Егер балдарыңыздың намазға бекем болып, намаз оқусыны қаласаңыз, анда Ибрахим алейхиссаламдың дуасыны оқыңыз. Ибрахим пайғамбар мынандайды дуа қылған: Рабби джаални муқимас салат ва мин дуррияти ва тақаббал дуаи. Манеси, ей Раббим, о жаратқан, мені намаз оқушылардан қыл. Жана менин уруғымдан, жана менин бала чақамды дағы намаз оқушылардан қыл. Жана биздин дуаларыбызды кабыл кыл деген дуа. Ошону әр бир намаздан кейін, же болбосо әр бир дуанын артында окуй турган болсоңуз, иншааллах бала чакабыз намаз окуучулардан болот да, иншааллах.